Tomi. Registratsiyadamiz hozir. Привет, Tomi. Biz Abu Dhabiga aşayın deb жатырмыз. Hozir kutib o'tirmiz meni samolyotda. Turkiston aeroportidan uçamiz. Hozir zal ожиданиядамыз. Mana qizga baribir shokoladni jeb olgan. Avuzi shokolad. Qo'lida multfilmi. Biz samolyotga o'tirib жатырмыз hozir. Mana Ameris. Привет. Ameris dalaga шығамын. Дала қайда, қызым? Дала қайда? Екіде бар. Speaker is going to pass the cabin to be sure that we are ready for landing. Thank you for attention.
жеттік. Абу-Дабидің аэропортындамыз. Қазір заттарымызды тоқта, көтеремін. Biz aeroporttan шықтық, автобусқа отырып, Абу-Дабиден Дубайға бара жатырмыз. Билеттің бағасы адам басына 4,5 мың теңгедей болады екен. Сим-картаны ішінде 4 гигабайт бар. Или 8 ба? 4 гигабайт болу керек. 4 гигабайт бар ішінде. Бағасы 10 мың теңге болды. Безлимит бар екен. Безлимиттің бағасы қанша мың бұл? 35-40 мың ба? 40 мың теңге дейді безлимит. Бізге только картамен баратын жерімізге сондай маршрутқа керек қой. Biz Дубайға келдік. Қазақстанскийлер жиналып тұрмыз жерде. Автобустан түсіп. Начинающий ғой? Аха. Бастап. Қазақстан мына жерде топ болып, мені бүгін топ деп. Ертең азамат топ келеді. Бүгін бесплатный топ. Бәріміз бірге барып тамақтансақ па деп отыр. Алматы деген мейрамханаға барамыз қазір. Жетмісін ялаға қалса, бір меткін отырған. Міне, Томиристің түрі көрінбей тұр ғой. Қызымның түрі көрінбей тұр. Міне, мынандай жерде жүрміз қазір. Тамақ ішуге барып жатырмыз. Бұл қала басқаша екен. Керемет. Біз Дубайдамыз, тамақ ішейін деп отырмыз. Лепешка бір нәрсе керек па? Лепешка обязательно біреу. Өзіміз қазақстандықтар кеп, бәріміз жиналып, столды қосып. Алматы деген керемет кафе бар екен. Міне, біздің Қазақстан. Соған тамақ ішейін деп отырмыз. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي اتصالات من EN. المحطة القادمة هي Ресепшнда күтіп отырмыз. 2 минут күтіңдер дейді.
Biz oyandık. Екінші күн. Томи. Обей. Томи мультик көріп жатыр. Қазір тұрамыз. Дальше көреміз, қай жаққа баратынымызды. Тамақ ішіп алу керек болып тұрғанша. Biz тамақтанып отырмыз. Мынау автобустан оқушылар түсіп жатыр. Мынандай сары автобустар алып келеді екен. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Emirates Towers. Томи. Amiris. Kettik. Dubai Mall'un içinde жүрміз. Қазір андай модный бутиктар екен. Dolce Gabbana, Fendi, бәрі бар. Versace. Мир сладостей. Амирис қолыңды көрсетші. Міне мынау қолына ұстап алған. Осы водопадқа келдік қазір.
Убай молдан шығамыз. Бурж Халифаны көріп қайтамыз қазір. Аяқтадық, бәр жерін көрдік. Бурж Халифаны көрдік. Бурж Халифа қызық емес мен қызыма. Үйге қайтам дейді, ұйықтайым дейді. Біз Бурж Халифаның жанында Томиристі ұйықтатып отырмыз. Алдымызда ұйықтап жатыр. Скамейка тауып алғанбыз, сол жерде отырмыз, осыны ұйықтатып. Қазір оянса, фонтанды көрсек па деп отырмыз. Фонтан осы. Дальше түсіреміз қазір. Мына қыз батутқа барам деп, мынандай бір детский площадкаға келдік қазір. Жарты сағатқа 10.000 теңгедей төлеп жатырмыз қазір. Қоймайды, бір 3 кегел айтып жүр ойдым, келгелі батут. Арыз дейміз, беріз дейміз, батут жоқ, и мұна бір китзон. Осындай кішкентайлар ойнайтын жер тауып еді. Жарты сағаты 10.000 теңгедей болады екен. Енді ойнап жүр. Амал жоқ, бір алып келмесек айта береді бұл. Қайтпайды айтқаннан.
Миллион адам бұл жерде, миллион. Міне. Макси. Осыдан өтесің, молодец. Өт. Ау? Жо, болды, Томи, тиспе. Кет, жүр. Біз бассейнді көруге келдік. Қаншаншы күн? 3-ші күніміз басталды ма? 3-ші күніміз басталды. Крышасында бассейн бар екен. 9-ші этаж ба? Біз супермаркетке келдік. Мына қызым әр суды бір ұстайды. Көріп, ценаларды көріп. Не бар, не жоқ деп. Дамыған мемлекеттің супермаркетін ұмыта бастаппыз уже. Енді товарлар бөлек қой біздің Қазақстанға қарағанда ше. Басқаша нелер, мысалы мынандай банан. Бізде де бар ғой крупный нелерде, магнумның. Все такие фрукты, басқа түрлері көп бұл жерде. Овощтар. Қызым жай. Келді. Жүре бер, алға жүре бер. Жүре бер. Жүре бер. Бай жүре бер. Банан алайын деп тұрық. Бананның түр-түрі бар екен. Томпақ банан, шамал кішкентай банан, ұзын банан, мұндай. Мына қызға саламыз, бұл осының бәрін тасиды. Короче, мына полициядан қашып көріңдер, жігіттер. BMW мініп алған уақыт жоқ. Қазір бөлмені тазалап кетті. Бір қызық нәрсе білдік та, біз Дубайда біздің ойымызша айлық көп. Мен өзім ойым примерно бір $1000 табады деп ойлайтындығым. Енді былай интернеттен шамалы іздегенім бойынша да. И қазір Шри-Ланкадан келіп жұмыс істеп жүрген бір жігіт бар екен. Ол айтады, 1000 дирхам табам дейді. Ол 123.000 теңге ғой. Айына 123.000 теңге табады. Мынау бөлмелерді тазалап жүретін жігітті. Мынау отель арзан емес, нормальный, средний отель. Короче, средний мен богатыйдың ортасы шығар, даже жақсы отель ғой. Сол жерде жұмыс істейді, айына 123.000 теңге табады. Тамағы и жататын жері тегін. Тамағы жататын жері тегін. Сол, короче, 23.000 теңгені еліне жіберіп тұрады екен, бұлай вообще аз дейді. Бір айда істеймін да кетем дейді. Енді мен ойымда вообще бір кейде ой келеді, Дубайға барып жұмыс істесем, болмаса бір жерге барып жұмыс істесем.
Дубай вариант емес па деп қалдым мен, қазір өз көзіммен көріп тұрмын да. Офис соседлердігі 3 мыңнан басталады деді. Білмеймін. Офис 3 мыңнан деді ма? Где-то офиста істейтіндер сонда 300 мыңдай алады екен. Сұрасам қазір. Ол деген аз, өте аз ғой. Мысалы, біздің Қазақстанда, Алматыда, қойты Астана, Шымкент, шамалы қалада істеш, официант анамда болсаң, сен бұл жақтан смело көп боласың ғой. Так что сондай, Дубай. Міне Томидің істеген нәрсесі. Күшті болды ма, қызым? Ей, қызым, күшті болды ма, айтшы? Айтсай. Уай! Масқара, тұр, болды, тазалайым. Сал. 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 О, нам, Брайан, бра. Давай. Düştü. Bana çöpü. Al. Bana şey de. Bol. Жаңа күн басталды бізде. Қызым тұра сап соткаға жабысқан. Жан. Біз бүгін пляжға барып қайтсақ деген план болып тұр бізде. Пляжға. Кеше еш нәрсе істемедік, жаттық кеше. Шамал районда жүріп қайттық. Мынау вид біздің терезеден. Но 70-75 па кетіп бара жатыр такси Камри. Біздің тип Авив қазақтар мінетін машина. Пальмалар әдемі. World Trade Center. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is. Пляжға бара жатырмыз. Мынандай керемет жер бар екен. Қателеспесем, Дубай Марина осы жер. Егер қателеспесем. Ато анау бар ғой білгіштер комментарийға. Ол жер емес, басқа жер. Білмейсің ба не дейтін. Просто местный емесем, жігіттер. Айтор, Маринада яхта анау бар дейтін еді. Осы район болса керек. Ал міне пляжға келдік. Адам көп. Міне Тамирис құммен ойнап отыр. Привет, Томи. Күн жақсы ма екен? Қызылордалық қазақтар жүр мына жақта. Су жылы екен деп жатыр. Қазір суға түсеміз. Мына ханым шетел болып жүр ғой. Мен көріп тұрған жоқ әлі. Киімін ауыстырып келе жатыр.
Енді көрді. Аксина алып шетел болып жүрсің? Шетелде жүрсің ба? Қайсы. Қасына барсай, Тамирис. Не дейді? Мамаңмын. Мамаңмын. Кетіп қалды анау шөпе. Кетіп қалды қарға. Анау кетіп барады. Бар. Бар. Қарға не дейді? Ламбоны көрмедім деп, міне. Ламборгини. Феррари мынау. Мынау Феррари. Мынау ше мен белімнен келеді деген мына машиналар. Міне Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Rolls-Royce көрдік. Мынау Dodge Viper ма? Жоқ, Chevrolet. Жоқ, Corvette. Corvette деген ма? Біз кешкі серуенге шықтық. Бетім қып-қызыл күйіп кеткен. Мына қарасаңдар. Бағана пляждан. Қазір Дубай Хор ма? Или Хор Дубай деген өзенге бара жатырмыз.
Сондай. Не, кешкі серуен өзеннің бойында. На қыз бар жанымызда. Бұған ойыншық әпердік. Арбатта жүреді анау ойыншық сатқыштар. Навязывать етіп сататындар. Бұл жақта да бар екен. Шүкір. Біреуін алып бердік. Сонымен қыз мәз. Мынандай кемелер, яхт кішігірім, кеме кішігірім, яхталар көп, қайықтар бар. Не ол, қызым мысық па? Арабский мысықтар. Біздің Ақсүмбе өлең айтам дейді. Мына жігіттермен бірге. Біздің оқиға жалғасуда. Мынандай әдемі гүл егілген екен, соның жанындамыз. О, thanks. Біз түнгі 12-де тамақтануға келдік. Керемет жағалауда. Sir, this is for you. Kazakhstan chocolate. Oh, thank you so much. Yeah. Көкем Канадада үлкен компанияның несі екен, басшысы екен. Общение деді қоясын. Мынау Дубай молдағы динозаврдың скелеті, мынау шын. Мынау макет емес. Бұған қанша бір нәрсе миллион... Міне айтпақшы. Америкада, Вайоминг штатында табылған 150-155 миллион жыл бұрын өмір сүрген мынау. Мына қараңыздар. Скелетін. Шын. Нам үлкендігін көрсету үшін адамдармен салыстырайын да, міне адамдар ар жағында. Міне. Не үлкендігі. Мына Дубай молының ішінде каток бар екен. Хамерис машина айдап отыр. Білмеймін, барып отырып алды. Біз үндемей сыртынан қарап тұрып. Мыналар екеу болды. Мына жанында бір шетелдік бір қыз бар. Мен қызым анан орын тартып алды бар. Ал детский площадкада ойнап жүр Тамирис. Мынау Бурж Халифаның жанында. Міне мынандай әдемі площадка бар екен. Бүгін ауа райы ыстық болып тұр негізі. Мына бала Азербайжан екен, түрі бірақ таза европеец қой. Әкесі шотландец, шешесі Азербайжан. This is for you, Adam. Kazakhstan chocolate. You're handsome boy.
This is for your mother. Kazakhstan chocolate. Handsome boy. Yeah. Jiysin ba? Қазір саған да. The final destination of this train is Kedikar and the next station is Al Horeima. Now, kuyov men kelinchagim. Bana kirerdi, короче, karta urmay kirib ketgan o'nday metrodan. Жүгіріпші, ей, ұрсай, айналайын, болмайды десем. Енді мына жерде оны өткізбей тұр ғой. Ана оларға ақша төлеп тұрмыз. Ананы қолдан дейді. Біз Дубайдағы соңғы түнімізді өткізіп жатырмыз. Районда отырмыз қазір. Мынау пальмалар көрсетейінші. Керемет екен мына витчі. Ертең күндіз гостиницадан шығамыз и дальше Абу-Дабиға кетеміз. Көрем мен видеоны мүмкін Дубайға бір бөлек істейтін шығарым, Абу-Дабиға бөлек істейтін шығарым. Немесе екеуін біріктірем болмаса. Қазір сағат түнгі 11-12 болып қалды деймін, қателеспесем. Районда адам көп, күн жып-жылы. Қимай отырмыз семьямызбен. Біз қайтып бара жатырмыз. Жиналдық. Абу-Дабиға кетеміз. Ал жақсы Дубай. Біз автобусқа отырдық. Абу-Дабиға кетіп барамыз. Пока Дубайда. Дубай. Дубай. Дубай аяқталды. Абу-Дабиға келдік. Міне атақты мешіт. Біз Абу-Дабида тамақ ішіп отырмыз, андай кішігірім индийский. Индияның несі, кафешкасында. Енді біз бұл жақтың бағаларына таң қалып отырмыз. Абу-Дабидің кейінді. 3 есе арзан екен. Дубайдан 3 есе арзан екен. Дубайдан 3 есе арзан екен. Абу-Даби керемет екен. Ұнады бізге бағасында. Сөз жоқ. Қымбат та емес екен деген боқтыр, таза. Қызым шаршап қалады. Міне Абу-Дабидан автовокзалдан шықтық, таксиге отырдық. Toyota Camry 70 немесе 75. Бұл такси приложениеде дегіден арзан екен. Үкіметтің беріп қойған такси да, бұларға айлық төлейді екен. 1 километрға 123 теңге алады екен. Кәдімгідей спец неге киім киіп алған. Толық түсірмей қойын бұл кісінің түрін. Енді риза болдым, мен бағана бір Карим деген приложение бар екен, сол арқылы такси шақырған, бірақ білмеймін, таба алмадым да оны. Инау көшеде тұр екен осы такси. Сол кісімен сөйлесіп жатырмын қазір, сол айтып жатыр бізге. Міне барлығының түсінандай болады екен, сұр түс болады екен. Toyota Camry алдымызда мысалы төбесі сары болады екен бұл таксилардың, қалғандарынкі ақ қара дейді. Мыналар ең арзан таксилер екен Абу-Дабида. Үкіметтің беріп қойған нелері, бана істеп қойған проектісі ғой. Сұр такси сары, төбесінде значок сары болады, міндетті түрде.
арзан километріне 123 теңге, одан көп алмайды екен. Үкімет өзі бекітіп қойған. Қазір сөйлесіп келе жатырмын. Риза болып келе жатырмын мен мынағанша. Бана Карим деген приложениеде 30 мен 40-тың арасында алам деді маған таксидің құнында. Бұл кісі 12-13 примерно сондай шығады деді. Километрмен есептеп 12-13 дирхам шығады. Сонда 1,5 теңгедей болады екен да енді жобамен. Керемет. Бұл жерде де бар екен биік зданиялар. Бірақ енді реально Дубайдағыдай жоқ. Yeah, Dubai is a business place. So. Не, таксиден түстік. Жақсы кісі екен. Затымыздың бәрін. Мен қызым ойланып тұр ғой. Ал бізде контент пайда болды. Бізге контент керегі. Короче, букингтан квартира арендағамыз снимать еткенбіз. И ақшасын алдын ала төлегенбіз ғой. И келсек, квартирада ешкім жоқ. Егесі, в общем, егесі жоқ. Егесі Дубайдамын, анау, мынау деп әңгіме көбейіп тұр. Сонымен қазір далада тұрмыз. Не істеріміз білмейміз, короче, бізде уже бәрі планмен тұғын ғой. Бұлайда брон жасағанда ақша төлейсің сен, сол жерге картаны тіркеп, кәдімгідей ақшаны төлейсің, алдын ала төлеп тастайсың. Отмена жасасан, ақшан қайтпайды ғой. Отмена жасасан, короче, қайтпайды ақша. Сонымен біз енді не істейміз, бәрі планмен тұғын, бәрі маршрут, бәрі күні ақша. И бізде артық ақша алып шықпағанбыз. Мысалы, осы жерде 2-3 күн болып, дальше ұшып кетуіміз керек та. Енді қазір, енді полицияға звондадық, не керек? Полицияға звондадық. Не істейміз енді, солар көмектесу керек қой бізге. Ана жігітке кел, көмектес бізге деп жатырық та енді. Біз не істеріміз білмейміз дальше деп, ақшаны қайтар болмаса деп. Сөйтсек, анау мынау деп әңгімен қойды. Бір Филиппин ба, Таиланд ба, бір нәрсе үшін, короче, егес. Просто ана кішкентайдан обал болды, мына қызымнанша. Өзіміз бір нәрсесін қатына айтпесе, мына кішкентай қызым бар жанында. Енді сол қазір ана кісілер келеді, солардан көмек сұраймыз. Не істейміз, қалай болады, сол жерде сөйлесеміз ғой. Дальше түсірем кейін. Міне анау біз қазір Абу-Дабида жүрік. Короче, біз полицияны күттік, бір жарты сағаттай, 35 минуттай ма. Келмеді олар, 2 рет звондадық. Сонымен жақын маңдағы отделениеге келдік. И бұлар не проблема болды деп айтып түсіндірбек. Бұл бағана квартираның егесінің проблемасы емес, ол емес дейді кінәлі. Бұл жерде бағанаға приложение не Booking.com-ның проблемасы дейді ол негізі. Соларға хабарласыңыздар, и олар, короче, сіздерге шешіп беру керек дейді проблемасын. Сонымен, біз қазір бағана полицияның отделениесінде отырмыз. Отделение. Тілім келмей олды. Қауыш, келмесе керек қыз. Сонымен қанша біраз уақыт өтті. Отырмыз. Бұлайда, короче, біз отмена жасайық десек, ақшаны қайтпайды дейді, күйет деп тұрды. Сөйтіп оларға звондадық. Еще олар Великобританияға звондадық. Англиядағы номер. Англия 2000 теңгеге ма уже единица сап соған звондадық. Бізге қайтарыңыздар, біз басқа нәрсе брондауымыз керек деп. Газ прогресс кетті, анау дейді. Короче, түннің 1 уақыты болды қазір. И күтіп отырмыз. Отделениедеміз мынау. Бұл кісілер жақсы екен, мынандай ішінде су тұрады екен. Ішесің, су ішесің. Печенье беріп жатыр. Мына қызға печенье беріп жатыр, бізге беріп жатыр. Қолынан келгенше көмектесіп жатыр енді олар. Көреміз қазір бағана Booking-тың жұмысшыларына звондадық. Солар шешіп беру керек енді. Бір жарты сағат деймін, 15 минут күте тұрыңыздар дейді.
владельцпен сөйлесеміз. Дальше, короче, шешеміз дейді. Соны жарты сааттай күтеміз осы жерде. Біз проблемамыз шешкендей болдық. Міне, полициядан шықтық қазір. Бұл кісілер мынандай Nissanмен, Tesla'мен, Porsche бар еді бағана, Porscheмен жүреді екен бұл кісілер одан кейін. Bentley ғой, Bentley. Мына жерде бағана бір Porsche тұрады. Ана ше электронный Taycan ба, электрокар сондай ғой. Біз Абу-Дабида бір таксимен жүргеніміз болды. 70-75 бұл жолы мына жігіт бізді ертіп жүрген. Бала баса деген газда. Аузы күйген үрлеп шеттіп, бағанаға шамалы аузымыз күйгесін бір авторитетный қымбаттау жерге келіп қаппыз ғой, байқамай. Осы жерде оламыз бұйырса, жақсы отель екен, керемет қымбат отель екен. Осында боламыз. Біз номерге келдік, 21-ші этажда екен. 25 шығып қайттан түсірейін деп отырмын мен. Кімдер іште? Келіншегім. Қызым іште. Просто сырттан көрсетейінші деп отырмын. Так. Мынандай айна. Мынау біздің жататын жеріміз. Негізі біреуіне сиямыз ғой біз. Екіншісіне секіреміз. Екіншісіне секіріп ойнаймыз. Міне анау 21-ші этаждан алдық қазір. Не істеп жүрсің, қызым? Секір. Опай. Звонда берік атаңа. Берік ата амайма ұйықтап қалған шығар қызым. Шкафтарында еш нәрсе болмайды, просто пустой болды. Мына жерде сейф бар екен. Негізі жалпы нормальный отельдің бәрінде сейф болмады дедім ғой. Ар жақ. Мынау не бар? Мына жерде не бар? Что это? Білмеймін. Жоқ, келесі бөлме. Гардероб емес, келесі бөлмемен екеуінің ортасы ойдым мынау негізі. Түсінбедім мен мынау не екен. Так. Дальше. Не бар мына жерде? Шампунь. Мынау, короче. Айна, фен, телефон. Осындай біздің номер. Қызым. Астына кіріп кеттім ба не? Ал біздер автобусқа отырдық. Мынау Абу-Дабидағы атақты мешітке бара жатырмыз. Шейх
Заид, иә? Шейх Заидтің мешітіне барып жатырмыз. Қазір автобусқа бірінші рет отырдық. Семейіне кетіп бара жатырмыз қазір. Таба аламыз деп үміттеніп отырмыз енді. Автобусында Wi-Fi бар екен, сонымен сол Wi-Fi-ға қосылып баратын жерімізге. Егер сіздер местный сим-картаны сатып алмасаңыздар, Wi-Fi пайдалана алмайсыздар еш жерде. Өте сирек. 0,001% жерде пайдаланасыздар, қалған жердің бәрінде местный сим-карта керек. Номерді тіркеп барып кіресіздер Wi-Fi-ға. Тегін Wi-Fi, бір 60 минутқа кіресіздер. Тағы бір айта кететін жайт, мынау автобусқа отырған кезде сіздер ақшамен төлей алмайсыздар. Мынандай карта алу керек. Бұны көшеде автомат болады деген, содан аласыздар бұны. 20 дирхам алдым мен, 10 дирхам картаны өзі, и 10 дирхам ішіне баланс қып салдым да. Кірер кезде ұрасыздар, өтесіздер. Мен одан кейін Дубайдан картағамыз бағанаға метроға, автобусқа пайдаланатын мынандай карта. Мынау Silver да. Ол Дубайдағы карта Абу-Дабиға жарамайды екен. Бұл күйет. Дубайдан мысалы шығатын болсаңыздар, бұл карта пайдалануға болмайды екен. Бірақ, мысалы, сіздер Дубайдан Абу-Дабиға келетін болсаңыздар, межгород пайдаланыстыр мұнан. Именно Дубайдан шыққан кезде мұнан пайдаланыстыр. Абу-Дабиға жеткенше болды, сонымен аяқталады. Бұның саудасы бітеді, ішінде ақшасы да өз қалады ғой, біреуге бере саласыздар, и мусорға лақтыра саласыздар, короче. Сондай. Міне мынау қыз аралап жүр. Міне жеттік мешітке. Бұны да көрдік. Қазір 10-да жабылады. Сағат қазір 9 қанша? 9:25, 10-да жабылады екен. Кіріп үлгеру керекпіз. Біз қазір регистрация жасадық іште. Мынандай наушник берді, қосымша мынандай бір аппарат берді, девайс. Ішінде шамалы историялар өздерін. Қазір күтіп отырмыз, осы жерде бәрі бүкіл группа болады. Осы жерге жиналып, содан кейін соңынан барып кетеміз. Ішіне қарай. Әлі кірмедік. Мына жігіттер, өзіміздің шымкентский жігіттер, шардаранка. Аналар қытайлар. Аналар қытайлар. Мына жердің заңы өте қатал екен. Кірер кезде қатты тексерді бізді. Полный сумка не бар. И мынау подземный переходта видеоға түсіруге болмайды дейді. Одан кейін қатал екен енді. Қатты құрметтейді екен мына жерді. Мына келіншегімен андай киім берді, әдемі. Біз өзіміз міне бір группа кірдік. Қазақтар бар, қытайлар бар, аралас. Алмас көтерші. Мындай наушник берген бізге. Историясын айтады. Еще мындай девайс берді. Ішінде бағана орысша, ағылшынша, қытайша әр тілде, өзің таңдайсың сол тілде экскурсия. Міне мына біздің қазақтар. Міне мынандай керемет жердеміз.
тағы да қайталап айтам, бұлар бұл мешітті өте қатты қорғайды екен. Өте қатты. Өте қатты қорғайды екен. Әр кірген адамды жесткий контрольдан өткізеді екен. Жесткий тексеруден. Әйел мен еркек тұрмақ. Жігіт пен жігіт бір-бірін құшақтап суретке түсуге болмайды дейді. Мысалы, бауырым деп бауырмашылығын білдіріп құшақтап түседі, олай да болмайды екен. Мынандай электрокармен алып кетейін деп жатыр бізді. Аяқталды мешітті көру. Мынау красный. Мынау бергі. Аха. Басады и жасыл жанады. Жаяу жүрген жайымыз бар. Неге дейін? Остановкаға дейін. Біз отельден шықтық. Автобусқа отырдық. Аэропортқа кетіп барамыз. Не, қызым ұйықтап жатыр. Мына келіншегім отыр жанымда. Лулу дейма. Лулу, бакала деген нәрселер Абу-Дабилықтар түсінеді. Лулу, бакала дегендер. Сондай нелер бар екен. Магазиндер, сетевиктар. Біз аэропортқа келдік. Міне мынандай регистрацияда тұрмыз. Очередтен бәрі. Былай барамыз. Мен қызым келгенше ұйықтады. Міне мынандай тележкалар бар тегін. Заттарыңыз саласыздар да аны. Осы битеріп жүрсіздер. Аэропорттың іші керемет, әдемі. Бір оқиға болды ғой бізде. Аэропортқа келдік и очередті өтіп онлайн билетімізді көрсеттік та, біз өту керекпіз деп. Сіздер өте алмайсыздар дейді. Өйткені сіздер регистрация жасамадыңыздар 24 сағат бұрын дейді да. Біз мысалы mytrip.com деген сайт арқылы ағамыз. Шетелдік компания. Бірақ mytrip.com ол андай да, типа тур фирма сияқты ма. Ол Wizz Air'дан алады билетті. И бізге айтады, Wizz Air'дың сайтына кіріп, сендер регистрация жасау керексіңдер дейді. Біз в общем онлайн ақ қойғанбыз, mytrip'та тұрмыз. Бірақ сол не қыл дейді. Wizz Air'дан кіріп регистрация. Ал жасайық кеттік десек, Wizz Air уже қабылдамайды дейді. Қабылдамаса не істейміз біз деймін? Уже ұшуға 2-ақ сағат па қалған, 1,5 сағат па уже. Очередь көп үлгере алмай қаласың ғой. Артық ақша жоқ қой, прикинь, вообще 0 болғанбыз ғой. И то кеше бір алайыққа бір алданғанбыз. Ақшамыз кетіп қалған. Аяқ асты қанша доллар керек болды? 120 доллар, 120 доллар керек регистрация жасауға, істеп береміз дейді. Кәдімгі 0 болғанбыз ғой, 0-ден 0 болғанбыз ғой. Түн жарымда сим карта істемейді, мысалы звонда, брат аудар жіберші, қазір ертең берем деген сияқты істей алмайсың. Болмаса тез Каспийден кіріп наличка кредит алайын десең, таңғы сағат 8-ден бастап істейді, түнде бермейді да.
Ё-моё, не істейсің, адам көп уже қалып бара жатыр қошақтан. Сөйтіп бас істету керек, не істеу керек. Короче, удостоверение, карта, марта и бір сотканы алдымдағына бір қазақ кісі жүр екен, соған айттым. Короче, ақшаңыз бар ма дедім, мынаны сізге залогқа берем, Қазақстанға өтейін, сол жерден берем дедім ақшаны. Сөйтіп ойланып тұр, менде жоқ ет деп. В общем, бергісі келмей тұр, сөйтсем, ол кісі Меккеден келе жатыр, бір алаяқ алданған екен сөйтіп. Бір мұсылман, в общем, мен Палестинадан келдім, палестиналықпын, маған көмектесіңіз деп қадақ кеткен екен да ол кісіні. Сөйтіп, в общем, ауыз күйген, сөйтіп ақшаға түскісі келмей тұр ғой. Мына, короче, удостоверение бар, сотка бәрін беріп тұрмын ғой, бере беріңіз, уайымдамаңыз, берем деп. Бермеймін деп тұрған сомен, мынау қызымды көрдім дейді. Қызымды көрдім дағыны уже алдамайтынын білдім, осының арқасында. Рахмет айт қызыңа дейді. Сөйтіп, не керек? Маған Каспийға ақша аударды ғой. Каспийға ақша аударды. Ауырып жатыр нашар. Каспийға ақша аударды ол кісі. Каспийға ақша аударды. И тез барып, уже біз үлгере алмай қаламыз ғой. Очередь деген енді білмеймін, 1000 адам әшейін бар ғой. Білмеймін, короче, көп, масқара көп. Сөйтіп, басқа су бересеш. Анада дәуді. Ана үлкен наш... Болды. Сөйтіп, картаға болды, все, короче, әкел дейді да. Бағана кісі, удостоверение, сотка бәрін алады да. Каспийім ақша аударады. Барамда қанша 65 теңге аудартам. И барамда картам берем, давай ұрып беріңіздер деймін. Сөйтсем, сенің картанда ақша жоқ дейді. Қуаман алар. Сөйтіп, Каспийге кірейінсем кірмейді. Бұл жерде интернет деген проблема екен. Бүкіл жерде Wi-Fi дегенше, бүкіл жерде Wi-Fi деген. Әшейін болмайтын әңгіме сендерге айтайын. ОАЕ-ге келетін болсандар, Дубай, Абу-Даби болсын. Қайсына келетін болсандар да, Эмиратта бүкіл жер Wi-Fi деген болмайтын әшейін туфта әңгіме. Бар әңгіме жоқ, бірақ ол бассан біздегідей Wi-Fi-ға кіре салмайды. Ішіне кіресің, регистрация жасайсың, номер тіркейсің. Номер қазақстандық емес, местный номер, бір нәрсе болып кетеді, короче. В общем, проблемасы көп оның. Сөйтіп, Каспийімді көре алмаймын, ақша түскен, түспеген. Айтпақшы, бұлай болады. Ана кісіге, короче, бүйтем. Маған Каспийім ақша аударады, и мен сол Каспий картамен барып төлеуім керек қой. Ана кісі де срочно өзінің рейсіне кету керек болып тұр да. Мына аға деймін да, короче, залог қана карта, соткада берем. И маған Каспийім ақша аударды, мен қуанамын да былай қарай кетіп қалам ғой, төлеймін деп. И кетіп бара жатамын да, Каспий картам қолымда жоқ қой. Каспий картаны ана кісінің өзіне беріп жіберген бұл залог. Каспий картаны залогқа беріп жіберген бұл жындан ұқсап. Сонымен шықтым да, сразу жүгірдім анам. Мына аэропорттың іші деген масқара үлкен. Жобасын көрген шығарсыздар енді, түскен шығар. Ал жүгірейін іздейін, короче, алыстамай қойған шығар әлі деп. Жүгірдім, іздеп жатырым, жоқ, түрін ұмыт қағам. Қаяққа қарайым, не істеймін, жүгіріп жатырым. Бір уақытта, короче, табам, ойбай, ағам сізге төлейтін картамды беріп жіберіппін деймін да. Все, мәмә картамды ал дейді. Аламда жүгіріп, обратно келем. Сөйтіп, берем, сөйтсем, картамда ақша жоқ дейді. Ё-май, аударды ғой қазір, қалай жоқ? Каспийге кіріп ақшаны тексеріш десем, Каспийге кірмейді, Каспий істемейді ғой. Ё-май, не болды, масқара болды ғой деймін да. Сөйтем да, не істейм ал, бас істету керек, тағы бір адамнан, короче, осы бір соткамды беріп, не қылам ба деймін, залогқа беріп, ақшасы осы алам ба, кімнен сұрайым деп басым қатып тұрып. Сөйтіп, мой банк Каспийге кіреді аяғасты, Каспийге кіріп, қарасам ақша тұр. Бізге 3 адамға $120 аламыз деген уже болмай жатыр ғой төлейтін. Ана жерде регистрациядағы апай көріп тұрды ана. Короче, бір адамды аптыстаймыз дейді, қызымды аптыстаймыз дейді, кішкентай қызды, 2 адамға төлей бер. Бәрібір дедім, просто ақша аламай жатыр деді. 2 адамға жазып берді, бардым. И Каспийде ашылды, перевод кеште өтістау деймін негіз, шетелде жүргесін. Барып бердім, сөйтсем аналар
тура бір қайтадан ұрғысы келмейді ғой, сенде ақша жоқ еді ғой, бағана бір нәрсе уақыт алмады. Ей, давай, ұр давай, қуасың ба? Рейстан қап бара жатырмын. Рейстан қап бара жатырмын, ұр давай. Дың ұрады, өтеді ғой. Қуанып кетіп барып, сонымен регистрациядан өтіп, дальше келіп енді қазір отырмыз мына жерде. Аман есен. Аман есен отырмыз. Бұл да бір қызық оқиға болды. Жүгіруде, өліп кете жаздадым ол өзінде. Жүгір. Беги Форест, беги болды, короче, Форест Гамп болдым мен. Жүгір, масқара. Осындай бір қызық оқиға болды. Мен оның бәрін жүгір видеоға түсірамайын. Түсірсем вообще қызық болды енді ана жерде ше. Масқара ситуациялар болды. Жүгіріп ол видеоға уақыт жоқ қой, жүріп түсіретін. Ондайға уақыт жоқ қой. Короче, рейстан қап кетсек, біз дальше уже ертең рейс жоқ, арғы рейс жоқ, мысалы. Тағы да ақша табу керек болады, бір жерде қалу керек. Тағы билет алу, ито ол билет қандай бағада шығады, қымбат бағада шыға ма? Сондай қызық оқиға болды. Қызық емес шығарды, білмеймін, қызық. Кейін қызық болады ғой енді. Қазір қызық болмады қатты. Мен келіншегім түрі ағып кеткен, ол кәдімгі настроение жоқ. Бұлар тастап кеттім, сендер қандар осы жерде. Осы жерде қандар, мен өзім жүгірем. Ал, аэропорттың арғы осы, бергі осы, жүгір. Солай. Так что Wizz-Air'дан асаңыздар 24 сағат бұрын регистрация деген нәрсе бар екен, чек-ин дей ма, содан өтіп қойыңыздар. Біз сияқты ұрынып қалмас үшін. Солай. Бұйырса ұшамыз қазір. Сон күтіп, жай барақат қазір. Паспорт контроль бәріне өтіп, қазір уф деп отырған жайымыз бар. Мұнан бәрі қазақ кісілер. Қазақтардың арасында өзіміздің. Ал біз Абу-Дабидан ұшып бара жатырмыз. Аяқталды демалыс. Рахмет. Аман есен ұшып жетіп алайық. Шаршадық. Мына жеріме бір жара шығып кетіпті. Мен бір-ақ күнде шығып кетті ғой. Бір-ақ күнде шығып кетті ғой. Мамин. Рахмет, лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Подписчик керек маған. Қазір берем. Маған 1000 подписчик керек минимально. И 4000 сағат просмотр керек. Сол кезде монетизация ашылады. YouTube ақша төлейді да. Соны төлеткізуге бірге әрекет жасамасқа неге? Неге соны жасамасқа?